Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің кезекті видеом бұл сәбізді тамаққа дайындау. Ең алдымен жуамыз, аршимыз, керек жоқ жерлерін аламыз. Одан кейін осылайынан өзімізге керекті формада турап аламыз. Кішкентай 4 бұрыш қып тураймыз, оны домалақ қып тураймыз. Оны келесі үккіштен өткіземіз. Осылайынан бір 3-4 формаларда өзімізге керекті қылып тамаққа, бұл сіздің уақытыңызды алып жатпайды. Қатқан күйінде әкеп, морозильниктен әкеп тамағыңызға сала саласыз. Түк уақытыңызда кетпейді оған. Осындай өзінің арнайы пакеттерге салып аламыз, ауасын шығарып тастаймыз. Одан кейін осындай морозильникке апарып қатырамыз. Мен осындай қызанақты, бұрышты қатырған болатынмын, міне көріп тұрғандарыңыздай.